Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен бірге бүгін әдебиеттік оқу 3-ші сынып 61-ші сабақ ойнай білуде өнер атты тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналымда қазақ тілі, математика, әдебиеттің жауаптары дайын түрде сіздерге арнап жасап қойған болатынмын. Қарап шықсаңыздар болады. Ендеше тапсырмаларды қарайық бірге. Балалар, бірінші тапсырма бізде шешендік сөздің мәнін түсіндіріп көр. Суретті пайдалан делінген. Енді қой асығы демендер, қолына жақсы сақа қой, жасы кіші демендер, ақылы асы аға қой делінген. Ақылды болу жақсы үлкендікке емес, ақылдылыққа қарайды. Асыққа дәл тигізу ептілікке, икемділікке байланысты болады. Сөзге шешен болу ойында епті болу. Ал бізге келесі екінші тапсырмамыз елдестің ойына делінген. Елдестің ойында ойыннан басқа ештеңе жоқ. Әке-шешеге қолғабысы болмайды. Ал ойын дегенде жүгіріп кетеді. Мұның ойыны шатақ ойын емес, асық ойыны. Аспанға іліп қойған асықты атып алады. Мергендіге шегі жоқ. Ертемен үйден шыққанда бір асық, бір сақамен кетеді, кешке екі қалтасы толып қайтады. Балалар, мұның сақасы арқардың асығы, арқардың асығы арқардың өзінде жүйрік болады деген секілді өсек айтады екен. Илануға болады, өйткені біз көріп жүрген асықтан сүйегі таза әрі салмақты. Қаздай тізіліп тұрған асыққа дәлелдеп тұрып жіберіп қалғанда серият түскендей асықтар аспанға бір-ақ ұшады. Жинай бер, ұтылған адамның ашулы болатынын белгілі ғой. Балалар, арқардың асығы ойнатпаймыз, қой асығымен ойнасын деп шау шығарады. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығып ойнайтын футбол ойынына ұласты. Оспанхан Әубәкіров айтылған екен. Түсініп оқы. Үшінші тапсырмамыз әңгіменің авторы туралы әңгімеле. Оспан Әубәкіров 1934-1986 жылдары дүниеге келіп озған. Алматы облысы Жамбыл ауданы Үшбұлақ ауылында туған. Ақынның Күлеміз-ау, Қағаз қалпақ және тағда басқа жыр жинақтары бар екенін білеміз балалар. Ал біздің төртінші тапсырмамыз елдестің іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өзің қандай ұлттық ойынды ұнатасың? Сен мәтіндегі негізгі ойдың басталуы, жалғасуы, аяқталуы болатынын білесің. Мұны шығарманың құрылымы композициясы деп айтады. Композициялық құрылым сюжетпен тығыз байланысты. Сюжет шығарымдағы оқиғалар тізбегі. Енді біздің жауабымыз маған ақсерек, көксерек ойыны ұнайды. Аңға байланысты ойындар, ақсерек, көксерек, аңшылар мен қояндар, кірпіше қорғау, қас құлақ, ордағы қасқыр. Ал біздің бесінші тапсырмамыз мәтіннің композициялық құрылымына талдау жаса делінгенде бізге құрылымы оқиғалар тізбегі деп екі схема берілген. Құрылымында басталуы, жалғасуы, аяқталуы. Оқиғалар тізбегінде үш нүктенің орнына балалар сіздер сөз қоясыздар. Ендеше бірінші сөз елдестің асық ойынына құмарлығы. Екінші сөз асықтан ұтылған балалардың дауы. Үшінші сөз бізде асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар. Ал мәтіннің аяқталуы асық ойынның аздыруы деп аталады, балалар. Ал балалар, бізде алтыншы тапсырмамыз аяқталу бөліміндегі жазбаға түсіндірме беріп көр. Бір нәрсе немесе бір оқиға жөнінде түсіндірме беру үшін сол айтылғандарға дәлелдер келтіресің. Келісетінінше, келіспейтінің туралы айтасың. Енді мына жерде бізде де жаңағыдай құрылымы оқиғалар тізбегі деп схема берілген. Мәтіннің аяқталуы. Ертеректе асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деген мақал болған. Сол доп ешкімді тоздырмай-ақ қызығып ойнайтын футбол ойынына ұласты делінген. Енді біздер оқиғалар тізбегі түсіндірме. Балалар, сіздер өздеріңіздің не түсіндіңіздер оқиғада сол бойынша жазып шығасыздар. Мен осылай деп жаздым. Доппен ойнау арқылы футбол ойыны көпшілікке мәлім болды деп жаздым мен балалар. Сіздер де дәл осылай жазсаңыздар болады.
балалар, сіздерді дәл осылай жазсаңыздар болады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Менің каналымда қазақ тілі, математика, әдебиет пәнінің жауаптардың барлық түрлері бар. Лайк басып, подписаться кнопкасын басып кетіңіздер.